сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен тарих пәнінің мұғалімі Әуесбаева Майра Абдракимовна. Құрметті білім алушылар, Қазақстан тарихы пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін сұрақтар мен жауаптарға талдау жасап көрсетемін. Бірінші сұрақ. Қаңлылар туралы айтылатын үнді халқының эпосы. Жауабы Махабхарата. Енді осы сұрақтардың жауабына талдау жасап көрсетемін. Авеста. Авеста бұл ирандықтардың Зороастра дінінің қасиетті кітабы. Махабхарата үнді халқының эпосы. Үндістанның солтүстік және солтүстік батыс тайпаларына ауызша тараған аңыздар мен жырлардың негізінде құралған. Оның шығу тарихы біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдың 2-ші жартысынан басталады. Тарихи жазбалар. Сыматсяның Ши-цзи еңбегі тарихи жазбалар деп ол қайтыс болғаннан кейін аталды. Тарихи жазбалар 130 тараудан құралған 500 мың иероглифтен тұрады. Жамиат ат-Тауарих. Қадырғали Жалайири еңбегінің атауы. 1854 жылы Қазан қаласында баспадан шыққан 15-17 ғасырлардағы қазақ тарих жайында өте маңызды шығарма осы Қадырғали Жалайири жазған жылнамалар жинағы. Жалайири тұтқында отырып жазған еңбегін достықтың белгісі ретінде орыс патшасы Борис Годуновқа сыйға тартқан. Бехистің жазбалары. 1-ші Дарийдің Орталық Азияға шошақ бөрік киетін сақ тиграхаудаларға арналған жорығы сипатталды. Мінекей балалар, 1-ші сұрақтың 5 жауап нұсқасына осындай сұрақтар келеді. Келесі 2-ші сұрақ. 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс кезінде Торғай уезінің қазақтар хан етіп сайлаған беделді тұлға ол Жанбосынов. Енді әр тұлғаға келетін сұрақтарға тоқталайын. Ұзақ Саурықұлы батыр болған 1916 жылы Жетісудағы қарқара көтерілісі ұйымдастырушыларының бірі, әкесі Саурық Жетісу жерін жоңғар қалмақтардан азат етуге белсене қатысқан, тегі Албан руының құрман атасынан шыққан. Жанбосынов. Әбділғапар Жанбосынұлы Торғай уезіндегі орта жүздің ықпалды биі Нияздың немересі. Осындай жауаптарда ұлттық бірыңғай тестілеуде келеді. Бекболат Әшекеев. Ұлт азат көтеріліс кезінде Жетісудағы Верный ошағының көтеріліс басшысы, Жайымтал болысының ханы болып сайланды. Патша өкіметі Боралдай асуында жұрт алдында дарға асқан көтеріліс басшысы. Жәменке Мәмбетов. Ұлы жүздің Албан тайпасынан шыққан. Жетісудағы 1916 жылы қарқара көтерілісі жетекшілерінің бірі, жастайынан өткірлігімен, шешендігімен көзге түсіп, 18 жастан билікке араласып, әділділігімен елге танылған. Қарқарада абақтыға қамалып, басқа 12 басшысымен бірге азаптап өлтірілді. Амангелді Үдербайұлы Иманов. Торғайдағы көтерілісшілердің Сардарбегі ұрыс жүргізуші өзіндік тактикасын қолданды. Мергендерден ерекше жасақтар құрып, оларды шағыл құмдардың арасынан орналастырды. Қазан айының соңында Амангелді Иманов бастаған 15 мың көтерілісші Торғай қаласын қоршады. Амангелдінің серігі атақты мерген Кейкі батыр болған. 3-ші сұрақ. Қимақ шонжарлары ислам дінін қабылдай бастаған ғасыр. Жауабы 10-ші ғасыр. Осы орта ғасырлардағы Қазақстан тарихындағы кезеңдерге тоқталайын. Орта ғасырларда Қазақстан тарихы 3 кезеңнен тұрады. 1-ші кезең ерте орта ғасырлық кезең, 6-9 ғасыр аралығы. 2-ші кезең дамыған орта ғасырлық кезең, 10-14 ғасыр аралығы. 3-ші кезең
бір тұтас қазақ мемлекетінің құрылу кезеңі бұл 15 ғасыр мен 17 ғасыр аралығы. Осы ғасырларды жаттап алыңыздар. Келесі 4-ші сұрақ. Қорқыт күмбезі орналасқан облыс Қызылорда. Енді осы қалалар туралы қандай сұрақтар келеді? Жамбыл облысы туралы. Жамбыл облысында 7-13 ғасырларда орналасқан орта ғасырлық қала ол Мерке. Қостанай 1960 жылдар ішінде костюмдік штапель маталар комбинаты, аяқ киім және шұлық фабрикалар орналасқан қала Қостанай. 1960 жылдардың екінші жартысында мұнай химия зауыттар салынған қала ол Атырау қаласында. Алматы қаласында 1960 жылы төмен вольтты аппараттар зауыты салынды. Келесі 5-ші сұрақ. Дамыған орта ғасырлардағы мемлекеттердегі хан кеңесшісі ол жауабы Инақ. Енді осы атауларға нақты мағынасын қараңдар. Атабек дегеніміз хан сұлтандардың балаларын тәрбиелеуші әрі олардың қамқоршысы. Көкілташ дегеніміз хан мұрагерін тәрбиелеуші ұстаз. Мершикар ханның аң аулау ісін басқарушысы. Және жасауыл ол орта ғасырлық түркі мемлекеттеріндегі әскер басының қасындағы шабарманы. 6-ші сұрақ. Алғаш іле су жолын ашқан көпес Вали Ахун Юлдашев. Бұл жерде Семен Мадатов туралы келеді. Кашмирде болып 250 кашмир шәлісін Қазақстанға жеткізген көпес Семен Мадатов. 7-ші сұрақ. Тевкелиевтің 1731 жылы Петербургтен Қазақ хандығына келу мақсаты ол Ресей қол астына кіруге өтініш жасаған қазақтардан ант алу болған. Бұл кіші жүз кезінде Әбілқайыр хандығы билігі кезінде болған уақыт. 8-ші сұрақ. 1916 жылы ұлт азаттық көтерілістің ірі орталықтары, алар өздеріңіз білесіздер, Жетісу және Торғай. 9-ші сұрақ. 1979 жылы қазақ жастарының неміс автономиясын құру туралы шешімге қарсы шыққан қала ол Целиноград. Енді осы қалалар туралы қандай сұрақтар келеді қараймыз. Алматы Қазақстан астанасы ретінде 1929-1997 жыл аралығында болды. Жаңаөзенде болған оқиға ол 1989 жылы маусым айында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында болған жергілікті халықтың бас көтерілу. Бұл әлеуметтік жағдайға байланысты. Теміртауда 1958 жылы тамыз айында Қарағанды облысы Теміртау қаласында болған кеңестік жүйеге қарсы бас көтеру болған. Қарағандыда 1989 жылы 20-22 шілдеде Кузбасс пен Донбасс кеншілердің ереуілі болды. Неке осы сұрақтар келеді. 10-ші сұрақ. Қазақстанның тәуелсіздігін бірінші болып таныған ел ол барлықтарыңыз білесіздер, Түркия. 11-ші сұрақ. Сурет бойынша музыкалық аспаптардың атауларын анықтаңыз дейді балалар. Бұл жерде суретке қараймыз. Бірінші суретте дабыл, екінші суретте қылқобыз, үшінші суретте домбыра, төртіншіде жетіген және бесіншіде даңғыра. Жауабы Д. Даңғыра, қылқобыз және жетіген. 12-ші сұрақ. 19 ғасырда күй өнерін дамытқандар бұл Құрманғазы Сағырбайұлы мен Тәттімбет Қазанғапұлы. 13-ші сұрақ. Сурет бойынша дұрыс дәйектерді анықтаңыз дейді. Бірінші, Қорқыт алғашқы күйді шығарып қобызда ойнаған. Дұрыс балар. Айтыс өнерде қолданылатын аспап жетіген. Бұл қате. Даңғыра үрмелі музыкалық аспап дейді. Даңғыра бұл үрмелі емес, ұрмалы аспап балар. Сонда қате. Төртіншісі, күй шығаруға болатын аспаптар түрлері домбыра және қобыз. Сонда бірінші, төртінші,
Жауаптар дұрыс, А варианты. А нұсқасы дұрыс. 14-ші сұрақ. Суреттегі музыкалық аспаптардың түрлері қай түріне жатады? Жауабы ішекті және ұрмалы. 15-ші сұрақ. Батырлар жырына жатады. Жауабы ер тарғын. Балалар, осы жырлар туралы көптеген сұрақтар ұлттық бірыңғай тестілеуде келеді. Сондықтан мұқият осыны жаттап аламыз. Эпостық жырлар немесе батырлар жырларына жататындар ер тарғын, ер сайын, қамбар, алпамыс, ер қосай, төрехан, телағыз, құбағұл. Лирикалық эпостық жырларға қыз жібек, қозы көрпеш баян сұлу, айман шолпан, күлше қыз және мақта қыз. Ертегілерге ер төстік, құлам ерген, алтын сақа, аламан мен жоламан, асан қайғы, қара мерген. Ноғайлы кезеңіндегі күйлер ақсақ құлан, жошы ханның жортылуы, шора батыр, әмір асқақ, қамбар күйі, асан қайғының ел айырылғаны және қазтуғанның сағыныш күйлері. Енді келесі сұраққа мұқият қараймыз. Қай күйде өзінің балапандарын жыланнан қорғаған торғайдың үрей ұшып жан таласқаны, балапандардың шиқылы, ана торғайдың қанаттарының діріл қағуы ақырында балапандарын сақтап қалу үшін жанын қиып жыланның аузына өзі түскен кездегі оның ақтық рет шыр еткен музыка тілмен суреттеген күй, ол бозторғай күйінде суреттеледі екен. Мінекей осы сұрақтарды жаттап алыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Құрметті білім алушылар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.